Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен үй жағдайында жасалған пеште пісірілген кәуаптың рецептісімен бөлісетін боламын. Видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдыруларыңызды сұраймын. Менімен бірге болыңыздар достар. Майонез саламыз. Тұзымызды саламыз. Тауыққа арналған дәмдеуішіміз саламыз. Куркумамыз саламыз. Копченый паприкамыз саламыз, немесе жай ғана паприка қолдануға болады. Сарымсағымызды қосамыз. Тауық сарымсақты жақсы көреді өте. Ол қосқанды. Енді айранымызды құямыз. Айранымызды құйып, өстіп, жақсылап араластырып, көп жерлерде жаңағы тауықтарға қызыл түс беру үшін қызыл бояу қолданады. Қызыл бояу қолдануға болады. Және Қытайдың тұзы деген болады. Әдемі дәм беру үшін, адамдарды тартатын, ауызды үйіретін дәм беру үшін қолданады. Мысалы, кейбір шашлык пісіретін адамдар. Мен өзім үй жағдайда жасап отырғасын, ондай дүниелерді қолданған жоқпын. Енді дәмін татып көреміз. Дәмі керемет енді. Енді тауығымызды маринатымызға саламыз. Бұл маринатты далада отқа пісіргенде де қолдануға берсе болады. Тек керім үйлесетін маринат. Тұзын қарайсыздар. Егер тұзы аз болып жатырса, жаңағыдай тұзын салып, өздеріңіздің қалауларыңызша жасауға болады. 1 немесе 2 сағатқа қоюға болады. Ал жаңағыдай усилитель вкуса Қытай тұзын салса, онда жарты сағатта жетіп қалады. Жалпы тауық осындай маринатты жақсы тез сіңіретін болғандықтан біздер 1 сағатқа қоямыз. Енді бетін жауып қоямыз. Енді осылай суға салып алдым 20 минутқа. Енді тауығымды қадаймын. Арада 1 сағат уақыт өтті. Жаңа жасаған кәуабымызды орналастырамыз енді ыдысымызға. Орналастырып, қызған пешімізге саламыз енді. Мінекей, қызған пешімізге қоямыз. Қызған пешімізге 30-40 минутқа қоямыз. Өздеріңіз пештеріңізге қарайсыздар. Bir жағын пісіреміз. Әуелі 30 минутта. 1 сағат өтті. Енді келесі жағын аударамыз. Міне.
Осы келесі жағын ауыстырып, енді қайтадан отқа қоямын. Енді келесі жағын ауыстырып, отқа қоямын. Қайтадан 30-40 минутқа. Қияты турап, блендерге салып аламыз. Блендерден өткізіп алам қиярды. Қиярымызды осылай неге немізге салып, сүзгімізге аздап суын жаймен ғана сығып аламыз. Астына бөлінген суын аздап естіп алып аламыз. Мұндай қатты сығып керек емес. Осылай тек жаймен ғана сүзгіге қойып аламыз. Мынандай су бөлінді, аздап қана. Ыдысымызға саламыз енді. Sarımsağımızды salamız mı? Yiyeceğim. Sarımsağımızı saldık. Жарты limon şırını. Limon şırını koyalım. Askı yapraklarını kurayım şimdi. Mayımızı da koyamız. Tuzumuzu da salamız. Tuz salamız. Qaymağımızı salamız. Немесе yoğurt қолдануға болады. Немесе қаймақ қолдануға болады. Енді жақсылап араластырамыз. Ендігі араластырып, тәмін қараймыз. Дәмі керемет. Қара бұрыш саламыз. Мінекей, енді соусымызды ыдысымызға саламыз. Шашлыкке керім үйлесім табатын соус. Осылай ыдыстарымызға саламыз.
Мінекей осындай осылай әсемдеп укроппен лимонмен ұсынамыз. Мінекей бізді енді кабаптарымызды түсіріп аламыз. Мінекей кабабымызбен соусымыз дайын. Соусымызбен кабабымыз дайын. Мінекей